Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Уәделенген бейнероликтің екінші бөлімі дәл қазір сіздердің назарларыңызда достар. Бірінші бөліміндегі белсенділіктеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Егер осы бейнероликте 2000 лайк жинайтын болса, үшінші бөлімі дереу түрде шығады. Сонымен Роналду мен Месси жайлы футбол жұлдыздарының пікірі қандай бүгін білетін боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Роналду мен Месси әлемнің ең үздік екі футболшысы. Олар футболдың тарихын әлі күнге дейін өзгертіп келеді. Десе де мен үшін әлемнің үздігі ол тек қана Криштиану Роналду. Мен әлемнің ең үздік футболшылар үштігімен Месси, Роналду және Неймармен ойнасам да, араларында Лео нөмірі 1 екені сенімді түрде айта аламын. Леоның деңгейі мүлде бөлек. Месси мен Роналду ма дейсіз бе? Меніңше Месси үздік. Десе де Роналду да әлемнің үздігі. Әрине, Роналду әлемнің үздік футболшысы, мен оның үлкен жанкүйерімін. Бала кезімнен оның ойынын бақылап, сырттай одан көп нәрсе үйренетінмін. Өте қиын сұрақ екен, десе де менің таңдауым Лео Месси, оның деңгейі мүлде бөлек деген ойдамын. Әлемнің үздік футболшысы әрине Лионель Месси, оның жасаған заттарын, алаңдағы әрекетін ешбір адам қайталай алмайды. Бір кезде олардың эпохасы аяқталатынын елестете де алмаймын. Мен үшін екеуі де ұлы футболшылар. Реалдың жанкүйері болсам да бәсекелестікті сыйлап, екеуі де мықты деген пікірде қалғаным дұрыс болар. Мен үшін футбол тарихындағы ең үздік дейтін бір ғана футболшы бар, және ол Лео Месси. Криштиану әрине мықты жігіт, десе де Месси мен үшін нөмірі 1 ойыншы. Месси отандасым болса да әрқашан шындықты айтқанды жақсы көремін. Роналду әлемнің үздік футболшысы. Көпшілігі бұны көре алмаушылықтан және Криштиану жасағанын қайталай алмағандықтан оны екінші орынға қояды. Ал Мессиден қорғану өте қиын болғандықтан оны өзге ғаламшарлық деп атап өздерін ақтауға тырысады. Десе де көзі ашық, көкірегі ояу және шындықты мойындай алатындар Роналдудың үздік екенін де мойындайды. Жоғарыда айтқандай, жалғасы тура 2000 лайктен кейін. Олай болса іске сәт достар. Келесі кездескенше футбол бірінші орында.